Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен отбасым жөнінде, отбасымдағы тәрбиені қалай беріп жатырмын, 4 балама сол туралы сіздерге айтқым келеді. Менің негізі 4 балам бар, ең үлкені 16-да, екіншісі 14-те, үшіншісі 11-де және де 2-де. 3 балам, 1 қызым бар, бірақ мен оларға қалай тәрбие беріп жатырмын. Балаларымды ешқашан сен кішкентайсың, сен деп шектемеймін, керісінше менімен бірге жауапкершілікке үйретемін. Үлкен ұлым 16 жаста, мектептен кеш келеді. Соған қарамастан 2 сағат, 3 сағат сыртта жұмыс жасап келеді. Өйткені ол болашақтағы отбасының тірегі болғандықтан, еңбектің не екенін, ақшаның қалай келетінін, өмірдің қандай екенін кішкентайынан сезініп өсуі дұрыс деп ойлаймын. Екінші ұлым бұл 4 шамасында келеді, қызым 3-терде келеді. Ал ең кішкентайымды мен 5,5-да аламын. Негізі кешірек алуға да болады, бірақ мен үйде болған соң өзіме жақын жүргенін қалаймын. Балаларым үйге кіргенде алдымен аяқ киімдерін дұрыстап қою, киімін жинау біздің үйдің тәртібі. Мен қатал ана емеспін, бірақ балаларымды жауапкершілікпен өсуге үйретемін. Үй шаруасында да бәрі бірге. Тамаққа стол дайындау, тамақтан кейін жинау, ыдыс жуу, аптасына 1 рет үй тазалау, кішкентай інілеріне қарасу, бізде бұл ұлдың жұмысы, бұл қыздың жұмысы деп бөлінбейді. Өйткені біздің үйде бәрі бір команда. Біз этаж үйде тұрғандықтан бізде ауыр жұмыс та жоқ. Сол үшін мен балаларға еңбекқор болуды, бір-біріне көмектесуді, отбасының құндылығын түсінуді үйреткім келеді. Осының арқасында мен үйде шаршамаймын, үй жұмысында да үлгеремін, өзімнің дамуыма да үлгеремін, яғни жұмысымды да қатар алып жүрмін. Менің ойымша, балаға ең үлкен тәрбие бұл анасының еңбекқор, мақсатшыл, жауапты болып жүргенін көру. Сіздер қалай ойлайсыздар, аналар? Менің тәрбием дұрыс па? Комментке жазып кетіңіздер, пікірлеріңізді күтемін.